Сәлеметсіздер, сабағымызды жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабағымызда C# тіліндегі мына класстардың қасиеттерін оқуға және өзгертуге қолжетімділігін меңгеру турасында айтқан болатынбыз. Мысалы, get деу арқылы оқуға қолжетімді, get және set деу арқылы оқуға және өзгертуге қолжетімді. Ал тек set деу арқылы өзгертуге қолжетімділігін меңгерген болатынбыз. Енді бұны біз негізінде қолданып өткенбіз. Мына текст эдиттарда, текст бокстарда біз алдында сәйкестіргіш жазғанда текст әсәрсі текст дедік. Бұның get арқылы осының мәнін алдық. Яғни міне шыны алып барсақ, міне текст бокс get set деп тұр. Яғни get болған жерде, яғни осының мәнін алдық деген сөз. Ал енді астында текст DSC текст деп мына текстті беріп отырмыз. Бұл енді осыны set арқылы осының мәнін өзгерттік деген сөз. Енді біз осыларға барып көрелік. Яғни мына текст әсәрсі дегенге үстін талдап, тендердің оң жағын басып, мына F12 деген барсақ, бұның өзі бір класс. Бұның өзі бір класс, бұл система жағынан берілген класс. Біз осыған баралық. F12 барсақ, ішінде қалың біздің кешегі жазған секілді қасиеттер бар. Енді мынаған қарайтын болсақ, line count деген ол get, тек қана біз оқуға қолжетімді. Ал қалғандары get set дейді, міне көп деген. Ал енді бұл сабағымызда біз класстардың мұрагерлігі туралы айтамыз. Мұрагерлік туралы. Мұрагерлік дегенді білеміз. Мысалы, атасынан әкесіне, одан немересіне деген секілді. Атасынан жаңағы әкесіне, яғни баласынан немересіне деген. Мына жерде баласы деп жазылық. Атасынан баласы, одан баласынан, бұл да енді бірнеше бала болуы мүмкін ғой. Сондықтан тағы бір баласын жазалық. Одан арғатай жалғасып немересі деген секілді кете береді. Немересі. Яғни атасындағы мал-мүлік балаларына балалар мұрагер болады. Ал баласының мал-мүлкіне немересі мұрагер болады деген секілді. Немесе немересі тіке атасының мал-мүлкіне мұрагер болатын. Енді осындай жағдайлар болады. Ал енді C# тілінде біз қалай қолданамыз дегенде, бұны біз, мысалы бізде адам деген класс жаздық. Адам. Енді ол адамда аты болады, және жеке куәлік нөмірі болады, және тамақ жейді деген секілді. Ал енді бірақ біз программистерде осы адамның қасиетін аламыз. Яғни программисте оның да аты болады, жеке куәлік нөмірі болады, және де программисте тамақ жейді деген сөз. Енді мына жерде әнші болса, мысалы, әнші де ұқсас осы адамның қасиеттерін алады. Атын және жеке куәлік нөмірін, олар әнші де тамақ жейді деген секілді. Онда біз жазып көрелік. Біз жаңа алдындағы адам деген кластың ішіндегілерді өшіп тасталық. Өшіп тастап, біз бұл адамға public string аты деген get set бір қасиетін бердік, және де public string JSON жеке сәйкестендіру нөмірі, яғни жеке куәлік нөмірі. Сосын public void тамақ жеу деген бір әдісі бар болса, message box show. Мысалы, адам өмір сүру үшін тамақ жейді. Өмір сүру делік үшін тамақ жейді. Енді осылай жаздық. Енді бізге тағы да бір не жасалық. Мысалы, әнші деген класс құралық. Бұл әншіге де public. Сосын бұл әншіде де ұқсас. Егер біз әнші жазатын болсақ, осылардың бәрін қайта жазуымыз керек. Содан кейін барып әнші жазады. Енді бұлай жазу әурешілік, әр жол қайта жазып жүру. Сондықтан C# бізге айтқан, біз мына адам дегенге мұрагер болсақ болғаны.
адам дегенге. Мұрагер бол деген мына қос нүкте жазып, содан кейін класстың атын жазу керек. Ал енді мынау біз алтқа интерді басады, міне. Using convert адам дейді. Өйткені мына адам деген класстың namespace ұқсамайды, аттар кеңістігі ұқсамайды. Сондықтан using деп қосуымыз керек. Қосудың ең дұрыс жолы алтқа интерді басып қоса салу керек. Ал енді барып көрейік, міне. Әнші деген класстың ішінде қазір еш нәрсе жоқ. Ол тек адам деген классты жаңағы мұрагер болды. Адам деген классқа мұрагер болды. Енді барып біз мынарадан әнші деген класстан бір объекті құрадық. Мысалы Асан деген объекті құрдық. New әнші. Содан кейін барып мына жерде Асан нүкте, мына жерде аты деп жазуға болады мысалы. Асан. Осылай сосын Асан тамақ жеу деген міне әдісті пайдаланылады. Енді барып көрейік. Міне өмір сүру дейді. Яғни жаңағы біздің әдісті қолдана алып отырмыз. Мына адам деген ішіндегі әдісті қолданып отырмыз. Енді оны қалай қолдандық дегенде осыған мұрагер болып қолданып отырмыз. Мына жерде мұрагер болып қолдандық. Енді біз public деп жаздық бұларға. Яғни жалпыға қолжетімді. Енді мысалы осы адам дегенде біз int ақшасы дедік. Ақшасы get set. Егер осыны біз private деп жазатын болсақ, private десек, біз мынаның ішінде қолдана алмаймыз. Мына Асан дегенде жаңағы Асан деген әнші, жаңағы адам деген класстың ақшасына мұрагер бола алмайды. Өйткені ол private, ешкімге қолжетімсіз. Енді бірақ осы адамда private жаңағы мына жерге жазалық. Public void алмабақ бар болса, мысалы алмабағы бар. Сосын message box. Алмабақ аралау деп қояйық. Яғни осы адамда бір алмабақ бар. Жалпы сондай бір қасиеті бар деп қарайық. Бірақ бұл жалпыға қолжетімсіз дейік. Мысалы protected деген бар. Енді біздің жаңа үйренбекші болғанымыз осы. Яғни бұл тек қана жаңағы адамның осының мұрагерлеріне ғана арналған болса, онда protected деп жазамыз. Енді бұны біз мынарадан қолдана алмаймыз. Мысалы Асан дегеннен кейін нүкте жазып, жаңа алмабақ деп жазсақ шықпайды. Ол неге деген кезде біз оны тек қана осының мұрагерлеріне арналған, яғни осы әнші дегеннің ішінде қолдана аламыз. Осының ішінде қолдана аламыз. Мысалы осының ішінде бір класс жазайық. Public void жаңағы саябаққа бару деген бір әдісі бар болса, осының ішінде біз жаңағы алмабақ деген қолдана аламыз. Міне алмабақ деген осы әкесінен қалған, яғни осы адамнан қалған protected деген қолдана аламыз. Енді бұл тек ол ғана емес, мына жерде осы ақшасын тек менің немерелерім ғана алсын десе, онда осылай жазуға болады. Мысалы ақшасын мынаны алып тастадық. Бұл тек қана әдіске емес, осы қасиеттеріне де болады деген сөз. Енді мына ақшасын protected қылдық. Онда protected болғаннан кейін біз бұны мына жерде ала алмаймыз. Ақшасы дегенді сырттан ала алмаймыз. Яғни ол жалпыға қолжетімсіз. Тек қана осының мына мұрагерлеріне қолжетімді. Онда мынаның ішінде ала аламыз. Яғни ақшасы дегенді ала аламыз. Алынған тең 100 деген секілді пайдалана аламыз деген сөз. Сондықтан мынау жаңа білім, public жалпыға қолжетімді, private жалпыға қолжетімсіз, protected деген тек қана осының мұрагерлеріне қолжетімді деген сөз. Енді мысалы тамақ жеу, ол жалпы адам үшін өмір сүру. Ал енді әншілер үшін ол өмірден ләззат алу болса, онда біз осыны қайталай жазуға болады. Virtual
бұл тамақ жеу барлық адамда бар, барлық адам тамақ жейді. Бірақ енді әншілердің басым көбінің жағдайы жақсы орындарда тамақ жейді, жақсы жерлерге барады, шетелде қыдырады деген секілді. Онда біз оны былай жазсақ болады. Жаңағы public override сосын тамақ жеу дегенде. Тамақ жеу дегенді қайталай жазуға болады. Енді мына base тамақ жеу деген мынау осы адамның ішіндегі тамақ жеуді қайтадан қолданып отыр. Онда біз мынаны алып тастауымызға да болады. Мысалы, мен алып тастап, өзім қайтадан жаздым. Message box алтқа enter. Мына using деп қосамыз, содан кейін show. Өмірден ләззат алу. Ләззат алу. Яғни, мына мұрагер болғанда, өзі өзгерте алатын болса, оған сөз virtual деген кілт сөз қосамыз, одан кейін барып біз мына жерде override деп қайта жазуға болады. Енді барып көрейік біз қайсы шығатынын. Міне өмірден ләззат алу деп тұр. Жалпы адам үшін айтқанда тамақ жеу ол өмір сүру. Ал енді әнші үшін айтқанда ол өмірден ләззат алу болса, онда осы тамақ жеу дегенді қайталай жазуға болады. Ол override деп қайта жазуға болады. Ал енді ода жоқ, яғни адамдарда жоқ, жалпы адамда жоқ бір қасиеті бар болса, яғни public void ән айту деген. Енді әнші болғаннан кейін ән айтпаса, ол әнші емес деген сөз. Осындай ән айту бір артықшылығы бар, онда оны өзін қоса берсеңіз болады. Яғни мынаған мұрагер болғаннан басқа да бұның бір артықшылығы бар, ол ән айту болса, осылай жазсаңыз болған, ән айту деп. Енді оны қолдана аласыз. Мына жерде асан дегеннен кейін ән айту деп. Осы әдісті қолдана аласыз деген сөз. Енді қорытындылай кететін болсақ, осындай бір класты басқаларға мұрагер етуге болады. Оның мұрагер болу болмауын өзіңіз белгілей аласыз. Яғни жаңағы атасының 2 баласы бар. Оның қайсы баласына нені мұрагер қылады деген. Балаларына бір нәрсе мұрагер болсын ба, болмасын ба дегенді атасы өзі белгілей алады. Яғни public деп жалпыға, protected деп тек қана сол мұрагерлеріне белгілеуге болады. Және де кейбір нәрселерді өздеріне өзгерту орайын береді. Яғни мынау virtual деп осы әдістерді өзгертуге мүмкіндік берген. Ал енді одан басқа кейбір нәрселерді өзі артық қосып алуына болады. Мысалы, әншіде адам, бірақ ода ән айту деген бір артық әдісі бар. Осылай жазсақ болған. Енді біз алдыңғы сабақта үйренген, мысалы, public, біз адам деген бір осының конструкторын жазалық. Біз алдында айтып өткенбіз. Адамның аты туылған кезде ғана беріледі, одан кейін өзгермейді деп. Мысалы, JCN де сондай, JCN жеке куәлік нөмірі. Сосын this аты. Содан кейін this JCN-і жеке сәйкестендіру нөмірі JCN. Осылай жазсақ болған. Одан кейін мыналарда сетті алып тастауымыз керек. Енді барып біз әншіге қарап көрсек, міне қателік шықты. Бұның айтып отырғаны осы адам деген класста конструктор бар дейді, яғни соны қайта жаз дейді. Яғни біз әнші дегенге де бір ұқсас түрде конструктор беруіміз керек. Аты string JCN. Енді осылай бергеннен кейін бұл тағы да жеткіліксіз. Бұл жердегі аты мен JCN қайдан келеді дейді. Ол әкесінен келеді, яғни base деп жазасыз. Әкесі деген base деп. Содан кейін бұл жерге аты жасы, яғни JCN жасы деп бұл. Осылай жазсаңыз болған. Енді барып мына жерде тамақ жеу. Тамақ жеудің ішінде де base деп осы тамақ жеу деген әдісті қолдана аласыз. Base деген соның әкесін білдіреді. Ал енді біз осылай жазғаннан кейін біз мына жерді өзгертуіміз керек. Мынау туыла салған кезде атын Асан деп қойды. Оның жеке куәлік нөмірі осылай болды деген секілді. Одан кейін ол әнші болып кетті, ән айтып дегендей. Осылай жазсақ болған. Ал енді бұл арадағы менің айтпақшым, осы
мұрагер болған кезде сөзсіз әкесінің конструктормен бірдей болу керек. Енді бұл арада бірнеше конструктор жазуға болады. Біз алдында айтқанбыз, конструктордың аттас болуы деп. Мынау екі конструктор бар. Енді баласында да баласы қазір мына конструкторға жазылып отыр екен. Енді оны да өзгертіп тастауға болады. Яғни мынаны біз жасыралық. Public әнші деген. Содан кейін осылай жазсақ, бұл баласы мына конструктормен жүр деген сөз. Онда оны new алған кезде тек қана жаңағы бірінші конструктормен. Яғни мына ешқандай параметр жоқ конструктор арқылы жүру керек. Өйткені біз солай жаздық мына жерде. Әншіге солай ешқандай параметр жоқ конструктор жаздық. Сондықтан бұл жаңадан объект құрылғанда сол бойынша болу керек. Мынау бойынша болмайды. Енді бізге қазіргі жағдайда қажеті атыменен JSON жазылу керек. Ал бірақ әкесінде неше түрлі конструктор болуына болады. Ал баласы қайсы конструкторды талдауы өз еркінде. Яғни мынау атымен JSON бірге жүретін конструктор болады деген сөз. Енді көп түрлі мүмкіншілік бола ма дегенде, мысалы, мына адам әнші болды. Енді әнші ән айтады. Мысалы, шегірткеде ән айтады. Шегіртке деген біз класс қосып, соңында артықшылығын алуға бола ма дегенде, негізінде C# тілінде ол интерфейс арқылы жүзеге асу керек. Енді бұл интерфейс деген кейінгі сабақтарда айтамыз. Бірақ болады солай жазуға. Мысалы, ол адамның да, шегірткенің де артықшылығын алуға болады. Мысалы, әнші адамның қасиетін алып, жаңағы тамақ жейді, және оның аты болады, жеке куәлік нөмірі болады. Ал енді шегірткеде жеке куәлік нөмірі болмайды, оның аты болмайды, бірақ ән айтады. Бірақ әнші де ән айтады. Ал екеуіне де, мысалы, мына жерге шегіртке деген класс қосып, өтір қойып, жазуға болу үшін ол бір интерфейс арқылы келген болу керек. Сондықтан бұны кейінгі сабақтарда айтамыз. Бірақ егер солай ойласаңыз, ол болады. Бірақ оның жолы басқаша. Енді бұны біз айттық. Енді бұл осы біз қолданған білімдердің ішінде бар ма дегенде біз қарасақ міне. Мына public class main window деп тұр. Яғни мына жерде мына main window деген классымыз window деген системаның классының мұрагері болып тұр. Содан кейін міне public main window деп осы window деген класстың ішіндегі параметрі жоқ конструкторды қолданып отыр деген сөз. Енді мынаның ішінде параметр бар конструктор бар ма, біз көрек. F12 бардық. Бұда енді конструктор жоқ екен негізі. Тек қана параметр жоқ конструктор бар, міне бір талғаны. Параметр бар, конструктор жоқ. Енді бұның өзі жалғасты кете берген. Жаңа бұлда content control деген бір класстың мұрагері екен. Оған баратын болса, ол да жалғасып кете беру мүмкін. Міне control, міне мынау I added a child деген бұл екі класстың мұрагері. Бірақ мынау интерфейс, міне біз жаңа айтып отырған интерфейс. Бұны кейінгі сабақтарда айтамыз. Жалпы бұл өте көп қолданылады. Жаңа мұрагер болу деген өте көп қолданылады. Біздің мына системаның өзінде де қолданып отырмыз. Сондықтан бұны сөз білуге тиісті білімдер. Ал енді бұл сабақтағы бізге білуге тиістісі мына public protected деген жаңа білім. Одан кейін бұның мұрагерлерінде қайталай жазуға болады десе, virtual дегенді қосып, одан кейін соның мұрагерлерінде override деп қайта жазсақ болған.